Халыққа қызмет көрсету орталығына бармай, қашықтан сәйкестендіру бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық куәландырушы орталығының ЕЦК кілттерін алу үшін жеке тұлғаның нұсқаулығы қашықтан ЕЦК алу үшін егов.kz электрондық үкімет порталының басты бетінде қашықтан ЕЦК алу батырмасын басыңыз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Кейін сізді мобильді азаматтар базасында тіркеуді тексеру үшін ЖС енді көрсету қажет. Содан кейін сұраныс жіберу түймесін басыңыз. NCLR бағдарламасының болуы туралы, сондай ақ пайдаланушыны мобильді азаматтар базасында тіркеу туралы тармақтарды тексергеннен кейін сәйкестендіру үшін құжатты таңдау қажет. Кейін ЕЦК алуға көшу батырмасын басыңыз. Сізге қашықтан сәйкестендіру беті ашылады. Онда мапта тіркелген телефон нөмірін енгізу қажет болады. SMS тең кодты енгізіңіз. Егер сіз SMS алмаған болсаңыз, қайта жіберу сілтемесін басыңыз. Бейне тексеруден өтіңіз. Бетіңіз жақсы көрінетін болсын. Бейне тестінің нұсқауларын орындаңыз. Қалқымалы терезеде қыры ұлттық куәландырушы орталығының сервисіне кіруге рұқсат беру. Ұлттық куәландыру орталығының беті ашылады. Сізге пайдаланушы келісімімен танысып, растау батырмасын басу қажет. Өтініш нысанында ЕЦК туралы түрлі хабарламаларды алу үшін электрондық поштаны көрсетуге болады. Кілт сақтау орнының түрін таңдау өрісінде қажетті параметрді таңдаңыз. Одан әрі ЕЦК сақтау үшін кілттерді сақтау орнына жолды көрсетіңіз және ашу батырмасын басу қажет. Өтінім беру батырмасын басыңыз. Жаңарту батырмасын басыңыз. Тиісті талаптарға сәйкес келетін өз құпия сөзіңізді тағайындаңыз және сертификаттарды жүктеу батырмасын басыңыз. ЕЦК сәтті орнатылғаны туралы хабарламасы бар терезе ашылады.